Сүндеттеудің маңыздылығы. Неге дұрыс сүндетке отырғызбайтын болса, ол ертең әсер етуі мүмкін. Қараңыздар достар, сүндеттеудің өзі өте маңызды. Көп жағдайда сүндетке дұрыс отырғызбайтын болса, сүндетке отырғызылмаған ер азаматтардың жыныс мүшесі жабық тұратын болса, оның ішіне смегма деген ағзат жиналады. Ол сіз үшін емес, әйеліңіз үшін зиян болады. Өйткені осы смегманың әйелдің жатырына түсе беретін болса, жатыр мойнына түсетін болса, бұл жерден онкологиялық аурулар шақыруы мүмкін. Сол себепті біздің қазақ ата-бабамыз ерте заманнан баланы дұрыс уақытында сүндетке отырғызған. Ал енді көп жағдайда бізді орыстанып кеткен жағдайда қазақтарымыз бар да, уақытында дұрыс отырғызмаған, болмаса болды шете салған, дұрыс отырмаған жағдайлар болатын болса, міндетті түрде сүндетке отыру керек. Өйткені бұл сіздің ағзаңызға әсер етпесе де, әйеліңіздің ағзасына тікелей әсері бар. Ал менің өз практикамда кездескен жағдай болды. Бір орыс кісі, жасы 70-тен асқан кісі болатын, бір күні дәретке бара алмай қалған. Сөйтіп скорый шақырады, скорый шақырғаннан кейін енді әріптестерімізге барады, сөйтсе зар жүрмейді. Сөйтеді, бұл зардың енді жүрмеуі аденомадан деп ойлаған ғой. Сөйтсе акасы осы дұрыс сүндетке енді отырғызбайды ол кісілерді. Отырғызбаған кесірінен бұның басы жабылып қалған, фимоз болып қалғанда мына жерге тері өсіп кеткен. Өсіп, мына каналдың бойы дәр жүрмей қалған. Сол себепті бұл кісінің қуығы жарылайын деп катетер қоя кетсе, катетер өтпейді. Сонымен орыс атамызды сүндетке отырғыздық. Осының отырғызғаннан кейін барып, қана зар жүрді. Катетер қойды, катетер деген жар шықты. Біз айта кететін жағдай не? Фимоз деген ауру көбінесе балада болады ғой. Басы жиналып қалады, зәрі сояққа жиналған кезде бала жаңағы мазасызданады, қызарады, ісиді, іріңдейді бас жағы. Не себепті? Өйткені баланың көп жағдайда қазіргі туылуы осы фимозбен туылды, басы жабық болып туылады. Сол себепті ішіндегі смегмаға мына зәр қалып қоятын болса, ол жерде бактерия жиналады, инфекция жиналады. Сол себепті баланың мүшесі, жыныс жүйесі қызарып ісиді. Егер балада фимоз болатын болса, бұл сүндеттеуге тікелей көрсеткіш. Балаңызды ол температураның көтерілуде осы фимоздың кесірінен болуы мүмкін. Әрине, қазіргі уақытта біз ақпарат көп, уақытында сүндетке отырғызып жатырмыз, балаларымызды қазіргі уақытта дәрігерлер сүндетіп жатыр. Кезінде ол молдалардың, кезінде дәрігерлердің аз болуына байланысты көп жерде дұрыс сүндет жасалмаған деп ойлаймын. Енді әрине ол бала болуға ешқандай кедергі жоқ, бірақ ертең онкологиялық аурулардың тарауына дұрыс сүндеттемеген жігіттердің арасында болуы мүмкін. Ол статистика бойынша тексерген ғалымдар сүндетке отырғызған жігіттер мен жігіттердің әйелді тексерген кезде сүндетке дұрыс отырғызылмаған жігіттердің әйелдерінде онкологиялық аурулар анықталған екен. Ол болса сіздердің бойларыңызда сүндетке дұрыс отырған жігіттер бар ма? Астына пікірге жазып кетіңіз. Сіздің жасыңыз нешеде? Ол сүндетке отырғызу жасқа қарамайды. Соған байланысты дұрыс отырғызылмайтын болмайтын болса, міндетті түрде отыруыңыз керек. Ол болса достар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі видеомыз сіздер үшін маңызды болса, міндетті түрде лайк басыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сүндетке отырғызылған жігіттер болса, отырғызамын дейтін ниеттеріңіз болатын болса, төменде комментарийға нөмір қалдырамын. Нөмірге хабарласып, келіп сүндетке отырғызсаңыз болады. Аман сау болыңыздар.